أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті мұсылман жамағат, Алла Тағала мешітке келген, жұма намазға келген қадамдар сауаптан жазсын. Бірінші сол уағызды мынандай сөздермен бастағым келеді. Хасан Аль-Басри радиаллаху анху бір сөзінде былай деген: «Ла язалул абду би хайрин ма алима аллази юфсиду алейхи амала». Пенде, Алланың пендесі жақсылықта, хайырда өзін істеген амалды, құлшылықты не бұзады екен, не бүлдіреді екен біліп жүрсе, мұсылман адам өзін істеген құлшылығы сауабы дұрыс па, сауабы қабыл болды ма, істеген дұрыс жасадым ба, шариғатқа сәйкес істедім ба, ықыласпен жасадым ба, Алла ризалығы үшін істедім ба, соның бәрін білу, байқап жүру, бұл сол жақсылықта пенде. Егер пенде соны ойламай жүрсе, онда сол қателесіп, адасып жүр. Адамды уақытын сияқты, уақытын қадірін білмей, уақыт бос өтсе, сол уақытын қандай сауапқа жұмсауға болады екен білмей жүрсе, ол пенде қасиретте. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтқандай, адам баласы қайтыс болғанда өкінеді, қандай адам болса да. Жақсы адам болса, неге жақсылықты көп істемедім, бұдан артық неге істемедім. Жаман адам болса, неге жамандықты тастамадым, өкінеді. Өзін қателіктерді, кемшіліктерді білу жолдарын жақсы көрсетіп берген, жақсы бізді үйреткен бір үлкен имамымыз, сунниттердің имамы, Шафии мазхабының үлкен ғұламасы, Худжатул Ислам, исламның дәлелі, құжаты деген лақап болған Абу Хамид Ғазали. Ол бір сөзінде бұлай үйретеді: мұсылман адам өзінің кемшіліктерді білу жолдары төрт нәрсе арқылы білуге болады. Ол бірінші, ұстаз болса, өзінде жақсы ұстазы шәкіртіне көрсетіп тұрады, қателіктерін білдіреді. Екінші жолы, діндар дос болса, діндар досы өзіне Алла ризалығы үшін насихат айтып, жағымпаздық жасамай, көре алмастық жасамай, шындықты айтады досына. Осылай қателіктерін көрсетеді. Үшінші жол, дұшпандардың тілдерінен. Әр адам болғасын, қас дұшпан болады бұл тіршілікте. Сол қас дұшпандардың жұмыстары тырнақ астынан қате табу, соны қателіктерді көрсе, дұшпандар сөз еткенде ақылы бар мұсылман адам ойланып, мынау дұшпандар менің қателігім білген екен, сонда растап, жоққа шығармай, ойланып, бұлар жай емес, бұл сөз солай білуге болады екен. Және төртінші жол, егерде адамдарда қателікті көрсең, адамдар істеп жүрген қателігін байқасан, онда сол қателікті өзің бойында іздеп көр. Өйткені сенде сол нәрсе бар шығар, өзің байқамай жүрсің соны. Содан кейін ғұлама түсіндіреді, неге солай ойлау керек мұсылман адам. Себебі адамдардың табиғаты бәрі ұқсайды бір-біріне, бәрі де адам атаның баласы, бәрінде де бірдей жаратылған нәпсі бар, ешқандай басқадан артық жаратылмаған, бәрінде де нәпсі қалау бар, әртүрлі сондай дүнияви нәрселер бар. Біреу жасайтын қателік сенде де бар шығар, бірақ оны сен байқамай жүрсің. Осылай да қателігін білуге, білім арқылы қателікті көрген кезде өзіне де соны көру. Кей кезде мұсылмандар мынандай жағдайлар түсінікті болу үшін мысалмен келтіргенде, бір жерлерде жиналады, бас қосып, сол жерде мәжілісте отырып, әртүрлі біздің қазіргі кезде проблемалар туралы әңгіме қозғайды. Полицейлер бар, осы бір адамдар бар, олар біздерді адасқан деп айтады, бізді кәпірге деп шығарады, бізді сондай мұсылман емес деп бізді сондай хабар тастайды, бізді
ол қалай деп, олай дұрыс емес қой бұлардікі, қалай олар мұсылман адамды, намаз оқитын адам, құлшылық істейтін адам, неге олар ла иляха илlalлах айтқан адамды солай неге айтады екен, солай айтады екен. Отырған адамдар бар, иә дұрыс айтасыз деп отырады. Кейін бір аптадан кейін басқа жерде бас қосқанда жаңағы сөйлеген адам айтқан сөз, аузынан шығып жатқан сөз мынандай: ама бәленше өткенде біз айтып жүрген адамдар ше, жаңағы солар өздері негізі олар адасып кеткен біреулер, оларды ана христиан, еврей сияқты сондай адамдар, оларды өздері мұсылман емес деп сондайды жаңағы сөздерді айтады. Сонда естіген адам, кішкене ақылы бар адам, жүрегінде кішкене тазалық бар адам ойлап қалады: мынау біз бұл нәрсені түсінбедік қой, қалай өткенде бұл кісі бізге айтты мұсылман адамды кәпір деген дұрыс емес, енді ол кісі өзі соларды өздері кәпірге шығарып жүр ғой деп, қалай ол деген сияқты. Сондай осылай мысал ретінде адам өзінің қателігін байқамауы мүмкін, жас деген нәрсесін байқамай біреуден көреді, өзі соны істеп жүру керек. Ондай кезде зұлымдық болған кезде, әділетсіздік жерде Алла Тағала берекесі болмайды. Ондай жерде Алла Тағаланың қалауы жүрмейді. Жаңа біз таспихте айтамыз: маша Аллаху кан ва лам яша лам якун. Алла Тағаланың қалаған болды, қаламаған болмады. Ла хаула ва ла қуввата илля биллахи алил азим. Күш-қуат бір Алла Тағалада сөздерді айтамыз. Алланың рұқсатсыз еш нәрсе болмайды. Осы исламдың әділеті жайында мынандай бір қисса келтіру керек. Ол жерде мынандай оқиға болған. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху, Хазірет Омар халифа болған кезде оқиға болды. Мысыр елінде мұсылмандар ашқан жер, Мысыр елінде сол кезде Амр бин Ас сахаба радиаллаху анху сол кезде әмірші болған кезде болған оқиға. Амр бин Астың баласы христианмен, жаңа қиптімен, солар бұрын сол жерде өзі сол қиптылар Мысырдан, исламнан бұрын сондай христиан дінінде жүрген, сонымен жарысты, жүгіріп жарысқанда озып жібереді. Мұсылман сахабаның баласы ұтылып қалады жүгіруден. Соны намыс танып көтере алмай ұрады, жаңа мұсылман еместі. Содан мұсылман емес қипти оны жай қалдырмай шағым түсіреді. Омарға Мәдинаға шығады, жолға алысқа барады, Мәдинаға шағым түсіреді. Сол уақыттан да естіген Омар әділетті мәмірші, бұл жай зұлымдықты жай қалдырмайды. Келгенде Омар радиаллаху сол кезде жай сене салмайды ол сөзіне, қиптің анықтайды. Құранда Алла Тағала бізге айтады: иман келтіргендер, бір адам, пасық адам хабар әкелсе, оны анықтаңдар. Өйткені оны анықтамай сол хабарды қабылдасаңдар, сеніп қалсаңдар сөзіне, артынан біреуге, бір адамдарға зиян келтіресіңдер, содан өкінесіңдер, кеш болып өкінесіңдер, бір нәрсе бүлдіріп. Қазір кезде көп ондай адамдар бар. Бір жақты бір жерден естіп алады біреулердің әдемі сөздерін, жақсы, сол ақиқат білдім, шындықты білдім деп жүреді екен. Көпшілікті мұсылмандарды адасқан деп, барлық ғалымдар қателескен деп сондай қате пікірде жүреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан кезде: ла таджтами уммати ала далала. Менің үмбетім бір уақытта бас қосып адаспайды. Бұл пайғамбардың айтқан сөзі, ол Құран сияқты шындық, өтірік болмайды. Және Алланың елшісі басқа сөзінде де хадис шарифінде дуа жасайды: бата сұрап, Алла Тағала менің үмбетім бәрі, көпшілік үмбетім адасып кетпесін, бәрі сол дұғасы қабыл болды деп айтылады. Сондықтан мұсылмандар көпшілік сүнниттердің төрт мазхабта жүрген жаңағы мұсылмандарды адасты, дұрыс дәлелмен жүрмейді, Құран хадиспен жүрмеген, хадисті, сахих хадисті білмейді деген ондай бос сөзді сөйлеу, бұл жаңағы неге шындыққа жараспайтын нәрсе. Хазірет Омар радиаллаху анху сол кезде жай сөзге сене салмай анықтайды. Өтірік басшын шақыртады: Амр бин Ас сахаба жетіп келсін, ұлымен бірге, баласымен екеуі келсін, әкесімен баласы. Келген кезде сұрайды: не болды? Бәрін сұрайды: қалай, неге ұрдың, қалай болды? Бәрін анықтап, естіп білгеннен кейін әділ жазасын береді. Қиптиға айтады: сен де мынаны бір ұрасың, жаңағы баласын.
Сосын ұрғаннан кейін айтады, әкесіне де бір рет ұра сал, әкесін де бір рет ұра сал. Қипті таңғалып, әкесімен ұрмаған Амр бин Асты айтады, мен оны не үшін ұрам? Сонда Омар радиаллаху анху сол кезде айтады, ма дарабака хаза илля бисултани хаза. Мынау сені ұрғаны, мынаған сүйеніп ұрды дейді. Мынау сені ұрғаны, мынау үшін ұрған дейді. Әкесінің несінің күшіне сүйеніп, жаңа сол көкесінің несіне сүйеніп солай істеген. Осындай әділеттік жүрген жерде осылай болады. Ақырет заманның бір белгілері ішінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде де айтады, ол кезде мынандай адамдар ол бұрынғы несін, адасқан несімен жолмен жүріп, әділетсіздік жол ұстанады. Егер де олардың ішінде әлсіз біреу күнә істесе, ұрлық жасаса, оны жазалайды екен. Егер де шариф, мықты біреудің несі бар, адамдары бар, мықты адам күнә істесе, оған оны жазаламайды, тастап кетеді. Ислам дінде ондай жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзінде айтады, «Лау анна бинту Мухаммад, Фатима бинту Мухаммадин сарақат лақатату ядаха». Егер де Мұхаммедтің қызы Фатима радиаллаху анха егер де ұрлық істесе, мен оның қолын шабамын, Алла мен ант етемін. Валлахи, Алла мен ант етемін, әділеттік жасам, шабамын деп айтады екен. Әділ үкімді көрген кезде Қипті қатты таңғалып, артынан исламды қабылдайды деп айтылады. Кәлимасын айтып, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деп ислам қабылдайды екен. Және мынандай сөздерді айтады, бихазал адли қаумати самауат вал ард. Осы әділдікпен жер мен аспан тұр. Осы әділдікпен жер мен аспан тұр. Жерде алатын мағына әділеттік жоқ жерде, инсап жоқ жерде, ол ешқандай несі дін да жоқ, не да жоқ. Біреулер мысалы ауыздармен айтады, таухид ұстанамыз, Алланың бірлігін ұстанамыз деп, ар жағынан әділеттік жасамайды. Жай ғана басқаларға емес, өзі мұсылмандар өзі әділеттік ете алмайды. Ислам үлкен ғұламаларға әділеттік жасалмайды. Ислам ғұламалар жайында сөз айтады, білмейді, ана не істемейді деп сондай бірнеше сөздер айтады. Осындай ислам имамдарды неге шығарады екен? Білмейтін сияқты сондай неге шығарады. Осы жайында мынандай хабар келеді. Бір күні имам Малик, имам Абу Ханифа мен имам Азаммен рахматулла алейхим Мәдина мешітінде кездеседі. Мәдинада құфтан намаздан кейін, таң намазға дейін Абу Салама деген несіне риуаятына келеді. Таң намазға дейін екеуі отырып, білім талқылап, білім мәжіліс құрады екен. Осылай дәлел имам Абу Ханифа имам Маликпен кездесіп, таң намазға дейін отырды құфтан кейін. Білім жайлы, яғни Маликтің білген масхабын несін бәрін білді деген. Және басқа да сөздер келеді. Имам Азам Абу Ханифа рахматулла алейхи өмірінде 40 рет қажылық жасаған. 40 рет қажылық істеудің мағынасы Мекке Мәдинаға 40 рет барды. Әр барған сайын ғалым адам бірінші кезегінде білім іздеуші талаба болады. Білім іздеп жүреді. Егер ғалым адам білім іздемесе, ол ғалым болмайды. Содан Мекке Мәдина жүрген кезде осы 40 ретте басқа ғалымдармен, басқа мазхабтың нелермен кездесіп, солардың дәлелдерін естіп жүреді. Қалай болды, анау қалай болды деп бәрін біліп жүреді. Мысалы, осындай да басқа неде риуаятта келеді. Бір күні имам Абу Ханифа неге Меккеде жүрген кезде Дарул Ханнатин деген жерде имам Аузаи сол уақытта үлкен болған муштахид имам Аузаимен кездеседі. Имам Аузаи оған сол сөйлеген кезде айтады, сіздер осы Куфада сол уақыттағы мұсылмандардың астанасы Куфаға көшеді. Кейін ол Дамасқа көшеді, Бағдад, Дамаск, Каирге көшеді, білесіздер, артынан Стамбулға көшеді. Осылай ислам астанасы көшіп жүрген. Сонда сол кезде Куфада мұсылмандар астанасы болған, соны 5000 сахаба көшкен, 150 Бадырге қатысқан сахабалар сол қалаға көшкен. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху сол кезде ұстаз болып, мұғалім болып жүрген қалада Аузаи айтады екен, осы сіздер жақта қолдарды неге такбирде көтермейді екенді естідім.
такбирлерде, мынада неде рукухқа барған кезде, рукухтан тұрған кезде қолдарын көтермейді екенді естідім. Сендер неге мынандай сахих бір хадиске амал жасамайсыңдар? Ибн Омардың баласының бір хадисі бар, қолдар көтеру жайда. Неге сендер соған амал етпейсіңдер дейді екен. Сонда имам Ағзам оған жауап береді: бұл хадисті біз білеміз. Біз басқа хадисті алып тұрмыз. Біздің хадисіміз Абдулла ибн Масудтың радиаллаху хадисін аламыз. Өйткені Абдулла ибн Масуд бізге біз алатын хадисте айтады: Алланың елшісінің артынан намаз оқыдым, пайғамбардың намазының артынан намаз оқыдым, Абу Бакрдың артынан оқыдым, және Омардың артынан оқыдым. Имам Муслим риуаят еткен хадисінде соны және барлығы осы көргенім бірінші такбирді қолдарын көтерді, одан кейін көтермеді. Сол хадисті біз аламыз дейді. Және неге оны таңдадық дейді. Абу Ханифа мынау хадисті білеміз сіздерді, мынау қолдарын көтеру, бірақ біз ананы таңдаймыз. Не себептен? Сосын себебін де айтып береді, неге таңдадым. Өйткені мынау ішінде иснатты жолда, ол хадисті келтірген жолдағы адамдар ішінде Хаммад афқаху білім жағынан, дінді түсінуден, шариғатты түсінуден, фих жағынан жаңа содан артық болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: Алла Тағала кімге жақсылық қаласа, оған дінде түсінік береді. Жай дінді ғана сөзбе-сөз алмайды, мағынасын дұрыс біледі, түсінеді. Және басқа біреуге түсіндіре алады мағынасын. Және ішіндегі адамдар ішіне алқамы афқаху дейді. Олды да артық анау Ибн Омардың ішіндегі жолдағы адамнан. Және Ибрахим Нахи афқаху дейді. Одан кейін Абдулла ибн Масудқа жетеді, соған айтады: ал Абдулла ибн Масудтың дәрежесін өзін жақсы білесің, айтпай қоямын. Соның дәрежесі жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады: алейкум бихади ибн Масуд, сендер Абдулла ибн Масудтың несін ұстаған, таңдаған жолмен жүріңдер, әмір береді. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасына 20 жыл қасына жүргені, бір сахаба Хузайфа айтады: біз Абдулла ибн Масудты туысқан деп ойладық басында. Өйткені үйіне кіреді, туысы сияқты кіреді, шығады. Біз онда кіре алмаймыз, ол кіреді, шығады. Бұл жерде үлкен мағына бар. Абдулла ибн Масуд басқа сахабалардан көбірек естиді, көбірек көреді екен. Өйткені туысқан сияқты пайғамбар қасына үйіне кіргесін басқалардан көбірек артық білу керек. Және сол хадисті риуаят еткен кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір-ақ рет көтерді қолды еткен кезде, кейбір басқа мазхабтың ғалымдары айтты: Абдулла ибн Масуд мүмкін ұмытқан шығар сол қолдарды көтеруді рукухта. Соған әдемі жауап берді ғалымдар: бұл сөзі жаңа неге ақылға сыймайтын сөз, өткен ол мүмкін емес сөз, ұмыту. Себебі Абдулла ибн Масуд пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қасында күнде 5 уақыт намаз бірге оқыған, жамағат намазы. Сол Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху бір сөзінде айтады: біздің заманымызда жамағат намаздан, мешітте жамағатпен намаз оқудан тек қана 200 адамдар ғана қалып жүрген. 200 адамдар ғана қалып, соны тастап жүрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзінде: маған бірінші сапта артымнан ең жақын тұрсын, ең үлкен сахабалар тұрсын. Солардың ішіндегі Абдулла ибн Масуд күнде 5 рет бірінші сапта тұрып пайғамбардың намазын байқап жүреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Абу Бакрдың артында бірінші сапта тұрады. Одан кейін Омардың артынан тұрады бірінші сапта. Соны күнде 5 рет көретін нәрсені қалай ұмыту мүмкін? Қолдарды көтермеу. Бұл жерде осыған жауап шариғатта әдемі келтіреді. Жауабы мынандай: Мәдина қаласында алғашқы кезде мұсылмандар сол уақытта такбир айтқан кезде Аллаху акбар дауыспен айтады және қолдарымен соны көрсетеді екен. Қолдарында қағып такбир қағып солай. Себебі біздің мақсатымыз Меккедегі мүшриктерге ызасын келтіру. Бұлар көрсін, біз Алла Тағаланы тағзым етеміз, ұлықтаймыз, көрсін Аллаху акбар деп дауыспен де қимылмен де көрсетеміз. Одан кейін сахаба айтады: Мәдина көшкен кезде, ислам мүшриктер жоқ болған кезде біз бір ретпен шектеліп қалдық. Өйткені өзі намаздың мағынасы не болу? Тыныштық жасау, артық қимылдар жасамау деген мағынасы, сакина болу. Сондықтан осылай болды. Абдулла ибн Масуд сол негізгі артынан істеген нәрсені сахабалардың пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істеген соны бізге жеткізді. Қолдары бір-ақ рет көтеріледі деп айтты.
Енді соны біреулер жаңа толық дінді жан-жақтан білмегесін, мынау біреу ғана дұрыс, басқасы қате деп осындай жүрген бауырларымыз бар. Бұлардың ислам дінінің дұшпандары әдейі мынау іріткіні жасаған кезде бұлардың мақсаттары екеу, анық екі мақсат. Біреу мұсылмандарды екіге бөлу және бір-біріне қарсы айдау, екінші мақсат ислам діні жаманат көрсетіп, фанат қатты кетеді, қатыгез шектен шығатын, сондай жаңа жүрегі таз, ақылға салмайтын сондай адамды көрсету. Бұл исламнан адамдар безсін, діннен қашсын деп адам. Өз мұсылмандар өздері ислам дінді керік қылмай кетсін, сондай мақсатпен. Бірінші мақсат қалай орындалуда? Бірінші мақсат олар ғалымдардың ішінде, мынау 4 мазхаб бар, мынау суннит ғалымдар ішінде бір топ ғалымдардың сөздерін таңдап алады, сол ғана дұрыс деп үйретеді. Басқа ғалымдардың сөздері бар қате, мынау ғалымдарды ғана нағыз дәлел осылардікі, пайғамбар осылай ғана намаз оқыды, және сондай арнайы кітапшаларды шығарады. Ол кітапшалар сонда аттарды қойып қояды, пайғамбардың намазы деп ат қойып қояды, пайғамбар намаз сипаты деп сондай ат қойып қояды. Сонда сауатсыз мұсылмандар соны оқыған кезде ойлайды, мұны пайғамбар намазы бұлай екен, ал басқа мұсылмандардың несі мазхаб сунниттер намазы пайғамбар емес деп ойлап қалады екен. Осындай бір ғалымдарды жоғары көтеріп, басқалар түсіреді екен. Бұны енді былай басқаша да түсіндіреді. Пікірталас бұрыннан келе жатқан нәрсе, ол әртүрлі мынандай пікірде болу, сахабалар кезінде де болған нәрсе. Құранда Алла Тағала айтады: "Уала язалуна мухталифин", олар әлі де әртүрлі болады, бәрі бірдей болмайды, әртүрлі болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис шарифінде: "Асхаби кам нуджум, биайхим мухтадайтум ихтадайтум", менің сахабаларым, жолдастарым жұлдыздар сияқты, қайсын несін алсаңыздар тура жол табасыңдар. Сахабалар қайсын риwayatпен жүрсе де мұсылман тура жолда болады, дұрыс болып саналады, несі амал әрекет. Бұл жерде тек қана мынау ғана сахих, мынау ғана не деп сондай үгіт жүріп жатыр. Соған өкінішке орай келіп біздің адамдар соған сеніп қалады, соған еріп кетеді екен. Осы біреу ғана дұрыс, басқасы қате деп айтуға болмайды екен. Мынандай ең үлкен дәлелді келтіреді біздің дінімізде. Ол дәлел пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні ғазауатқа сахабаларды жібереді. Ғазауат Бани Құрайза ауылға жіберген кезде бұларға айтады: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахир фала юсаллияна ал-асра илля фи Бани Құрайза". Кім Аллаға, ақирет күнге иман келтірсе, ол адам екінті намазда Бани Құрайза ауылда оқысын. Бани Құрайза ауылда оқысын аср намазда. Сахабалар жолға шығады ғазауатқа. Келе жатқанда екінті намаз уақыты кіреді. Ауылға әлі жетпеген. Енді не істейміз? Намаз қаза болып кетуі мүмкін. Намаз, екінті намазымыз. Көпшілік сахабалар радиаллаху анхум мағынасын айтады. Біз мағынасын түсіндік. Алланың елшісі бізге тура тіке мағынасын айтып жатқан жоқ. Бізге тез барыңдар, екінті уақытысында ауылда болыңдар, ама қиянат істегендерді жазалаңдар, тез барыңдар, жетіңдер. Осылай біз мағынасын түсіндік, ол екінті уақытысына болыңдар деп ауылда. Намазды қаза етпей жолда оқиды. Бір топ сахабалардың сөзбе-сөз мағынасына жабысады. Жоқ, Алланың елшісі қалай деді? Аллаға, ақирет күнге сенген адам екінті намазда Бани Құрайза ауылда оқысын. Бұлар жаңа бір топ сахабалар намазда кешігіп барған кезде, түнде жеткен кезде, құптан кезінде екінті намаз оқиды. Мәдина қайтқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны естіген кезде екеуі да дұрыс деп үкім шығарады. Мыналар дұрыс деді, амал қате істеді айтпай, екеуі да дұрыс деді. Осы хадис ең үлкен дәлел, 4 мазхаб бәрі дұрыс екен. Жаңа оны қазір кезде шығарып, 5-ші мазхаб жасап, 4 мазхаб бәрі дұрыс жасамады деп шығару, жаңа пайғамбардың сүннетіне қарама-қайшы нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бәрі дұрыс деп айтқан, біреу ғана дұрыс деп айтпаған екен. Осы жерде түсінетін, ойланатын адам сөздерінен сондай мағына түсіну керек. Тыңдаған кезде мынау дұрыс екен ғана ғой деп айтып, сіздің айтқан сөзіңіз бойынша бұлай ғана намаз оқыса, мынау дұрыс екен, басқасы бәрі дұрыс әлсіз екен деп ойлап қалады екен, түсіну керек. Сонда білсе осылай пайғамбардың сүннетіне қарамайшы істеп жүр екен түсінеді. Және сол кезде
имам Абу Ханифа жана хадисті неге таңдаған кезде Абдулла Масудтың, Ибн Омардың сүйінген, мынандай хадистерге сүйінген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде айтады: Наддараллаху имран сам'a минна хадисан фавағал фааддаху кама сами'a фарубба мубаллин ауа мин сами. Алла Тағала мынада бізден бір хадисті естіп көрген адам Алла Тағала қуаныш берсін, қуандырсын. Ол адам хадисті естіп басқа бірге жеткізеді, басқа бірге үйретеді. Мүмкін одан естіген адам ол өзінен артық түсінетін шығар. Афқаху мин жана рубба хамил фиқх лайса бифақих. Басқа сөзіне мүмкін өз адам білімді арқалайды, хадисті естіген арқалап жүр, бірақ өзінен түсінетін артық адамнан түсінетін адамға соны жеткізеді. Осылай хадис ішінде де айтылып тұр. Бір адам біреулер хадисті жай естіп алу мүмкін, ал біреулер хадистің мағынасын дұрыс шығарады, дұрыс несін түсінеді, дұрыс фиқхын ішінде мағынасын шығарады. Және басқа да дәлел соған келтірді. Неге соны таңдады? Осы ғалымдардың, фақихтердің риуаятпен келген жолды неге имам Азам таңдаған екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи бір сөзінде айтады: Алла Тағаланың әкелген діні, мысал әкелген шариғат дін, ислам дін, ол жаңбыр сияқты. Жер мен жаңбыр бір жерлерге жаңбыр түседі, соған ол жерде өседі, өсімдік өседі. Алла Тағала құдіретімен өсімдік өседі. Бір жерге жаңбыр құйылады, ол жерде еш нәрсе өспейді, бірақ жер соны ұстап қалады, суды. Ол суға малдар мен адамдар келіп пайдаланады сол судың. Үшінші жерге жер су ағады, жаңбырдың суы, бірақ ол ұстамайды да, еш нәрсе өсірмейді де ол жер. Ол жерде мысал ретінде жер су түскен кезде оны өсімдік берген, ол фақих ғалымдарды айтады. Фақих жана имам Азам сияқты, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмед сияқты, және ішіндегі басқа имамдар сияқты фақихтерді айтады. Солар Алла Тағаланың келген Құран хадистерді алып, содан жемісін шығарды, мағынасын шығарып, және фатуа берді, үкім шығарды сондай. Ал жана жай суды ұстап қалған деп жерде, ол мұхаддис ғалымдарды айтады. Хадис ғалымдар, олар жана хадистерді жай ғана жеткізеді, жинайды, бірақ жемісін шығарады, ол жана фақих ғалымдар. Оны имам Ахмед ибн Хамбал деген ғалым, төрт мазхабтың бір имамы, сондай несі болған, қабілеті болған үшін, фихтың қабілеті сол үшін Хамбали мазхаб пайдада болған. Хамбали мазхаб негізінде ең кішкентай мазхаб ислам әлемінде, ең үлкен мазхаб ол Ханафи мазхабы, бұрыннан келе жатқан. Оның себебі де Алла Тағаланың бәрі қалауымен болатын нәрсе. Осы жерде де ойланатын адам, бізде бауырларымыз сондай хабар жоқ қой. Ойланатын адам, мысал бар адам ойланып қалады. Неге көпшілік мұсылмандар Ханафи мазхабын ұстанады екен? Бұл жерде бір сыр бар ғой. Жай-жайдан Алла Тағала көпшілік мұсылмандар Ханафи мазхабқа кіргізбейді ғой деп ойланады екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзінде айтады, жаңағы көпшілік мен үмбетім адаспайды дегенде, көпшілік мұсылмандар егер Ханафи мазхабта болса, ол қалай деген ойланатын дұрыс несін мағынасын шығару керек. Ал жаңа сол қысқа ойлап түсінбегесін басқаша аз адамдармен солардың фатуасымен жүреді екен ондай адамдар. Осындай адамдар жайында Ибн Раджаб Хамбали орта ғасырда үлкен бір ғалым мынандай кітапты жазған. Ол кітаптың аты қойды Ар-Радду аля ман иттаба гайр мазахибил арбаа. Осындай төрт мазхабтардан басқа жеке жол ұстаған, таңдаған адамдарға насихат, бұларға айтатын сөзім насихат. Сол сөзінде мысалы бұндай адамдар айтатын сөздерде мынандай сөздерді айтады. Ол имамдар, ғалымдар, олар қателесу мүмкін ғой, пенде ғой олар дейді бәрі. Пенде болғасын қателеседі ғой. Жаңа сондай айтқан адамдар өздері әділетсіздік жасап, өздері ғалымдар туралы сұлу ойламайды екен. Өздері ғалымдар, олар қателеспейді. Жай ғалымдар емес, талаба болсын да, соны жақсы ойлап, мен ұстазым бәрі дұрыс айтады, бәрі дәлелмен айтады. Ал үлкен имамдар оның көз қарасы бойынша дәлелсіз деп айтады. Ойлайды, осындай нелерді қателік жібереді екен. Сонда сол кезде мынандай дәлел келтірді. Алла Тағала Құран Кәрімде айтады: «Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун». Алла Тағала Құран жайында айтады: біз Құранды түсірдік, Құран Кәрімде, және оны біз сақтаймыз Құранды. Құран жоғалмайды, ұмытылмайды, өшпейді. Сақтаған кезде Алла Тағала хафиздер арқылы сақтады.
білетін адамдар біледі, Құранды қари хафиздер Құранды жатқа біліп, сол тәжвидпен немен солар сақтап қалды дейді. Осы күнге ғасырлар бойы солар сақтайды екен. Ал шариғатты бізге осы фақих имамдар сақтады дейді. Ғасырлар бойы осы имамдар сақтады бізде. Содан мынандай сөздерді бізге айтады. لا يجوز أن يعتقد بأئمة المقتدى بهم في الإسلام في هذه العصور المستطالة أن يجتمعوا على الخطأ فإن هذا قدح في هذه الأمة. Ешқандай рұқсат етілмейді. Мына имамдар туралы, мазхабтың үлкен имамдар туралы, солардың шәкірттері жүздеген ішінде ғалымдар туралы жаман ойлап, бұлар қателесті бәрі, дұрыс несін дәлелді алмаған, дұрыс түсінбеген, дінді Құран хадиспен дұрыс жүрмеген деп олай ойлауға болмайды. Ғасырлар бойы осы имамдар жайында. Өйткені олай ойлағаны бұл ислам дінге өзіне қарсы шабу, қарсы тиісу, ислам дінге тиісу. Имамдарды теріске шығару, ол ислам дінін теріске шығарумен бірдей. Егер мынау үлкен имамдар бәрі қателессе, онда не қалды деген исламнан? Сондай мағына дейді, осылай түсіндіреді. Және басқа бір сөзінде мынандай сөз келтіреді Ибн Раджаб аль-Хамбали. Сумма ияка ва ияка ан тухаддиса нафсака аннака вассальта иля ма лам ясил илайхи хаза имам. Және содан кейін сен өзің ұял дейді. Ұят болсын саған, ұял өзің туралы ойлануға, сонда мен ама имам білмеген нәрсені мен білдім. Сонда ұял дейді ондай. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде аль-хаяу минал иман. Иман, ұят иманның бір бөлігі. Қалай ұялмайсың деп, солай деді, өзіңді имам Абу Ханифадан, Шафиден, Маликтен артық білем деп, қалай сен солай өзің туралы ойлайсың, ұялмайды. Хадис шарифінде иман жайында айтқан кезде иман 71-денке бөлік, соның ішінде ең үлкенісі қаулу ла иляха иллаллах, Алладан басқа құдай жоқ деп сөзін айту, калиманы айту. Тафсирлерде айтылған кезде Алла Тағала тәфсирлерде айтады, бүкіл тәфсирлерде сүннит ғалымдардың бәрі айтады. Бір-екі ғалым айтып жатқан жоқ, айтпаған барлық тәфсирде бірдей ғалымдар айтады. Ла маъбуду би хаққи иллаллах. Алладан басқа еш нәрсе құлшылыққа лайық емес. Құлшылық амалдарды Алладан басқа біреуге арнаған дұрыс емес. Ешкім лайық емес құлшылыққа Алладан басқа. Осы қаулу ла иляха иллаллах ең үлкен дәреже иман. Одан кейін жаңа ең кішкентай дәрежесі зиянды нәрсені алып тастау. Мұсылмандарға зиян келтіретін нәрсені жолдан алып тастау. Бұл ең төмен дәрежесі. Вал хаяу шубатун мин шуабил иман. Және ұят болу адамда ол иманның бір үлкен бір белгісі. Қарамайшылық істеген кезде келіспей, өз менікі дұрыс деп, сендерді қате деген кезде адамдар осында кішіпейілдіктің несі аздығынан жасайды екен, кішіпейілдіктің әлсіздігінен. Оған дәлел ретінде мынандай Фатхул Барида мынандай сөздер келеді. Фатхул Бари Бухари хадистің шархы хадисі. Оны жазған үлкен Шафи мазхабының ғалымы Шейхул Ислам Ибн Хаджар Асқалани. Шейх Ислам деген атағы тек қана бір кісіде ғана болмаған, әрбір мазхабта шейх ислам болған, әрбір ғасырда сондай көп шейх исламдар болды. Соның ішінде сол бір шейх ислам бірі Ибн Хаджар Асқалани және Шафи мазхабы сол өз кітабында хадисті шарх еткенде ла тахталифу фа тахталифу қулубукум, бір-біріне қарамайшылық істемеңдер, бір-біріне қайшы келіспей жүрмеңдер, сендеріне жүректеріне сондай қарамайшылық кіреді дейді. Мағынасы жүректеріне қарамайшылық кіреді дегенде араларында жек көрумен бір-біріне ихтилаф, бір-біріне қарамайшы нәрсені пайда қылады. Яғни артынан сыртымен келіспегені ол іштен келіспеуге соған жол ашады, соған әкеледі. Адам сыртымен келіспеген кезде ол іштен де сол адаммен келіспей кетеді. Одан кейін сол да түсінде және ол нәрсе мазаннатул кибр, ол нәрсе кібірліктің бір несі белгісі. Адам басқалардан ерекшеленем деп, басқалармен бөлек, мен басқаша істеймін, бұлардан артықпын мен, бұлар дұрыс істемейді, мен дұрыс істеймін, мен нағыз мұсылманмын сияқты сондай бірдеңке дұрыс емес ойлар кіріп сондай істеген адам мазаннатул кибр
ол нәрсе адамды араларын бұзуға, бір-біріне қарсы қоюға сондай әкелетін нәрсе. Өзін тәкаппар етіп жоғары ұстау басқалардан. Адамның жүрегінде бұзатын нәрсе. Адам содан кішіпейілдіктен айырылып, тәкаппарлыққа ұшырайтын себеп болады. Ислам дініміздің негізі, негізі ол бірлік сөзі. Бірлік сөз жаңа айтылғанда калимату таухид, Алладан басқа құдай жоқ деп соны куәлік ету. Алла жалғыз, Алла Тағала кемел, жалғыз, Алла Тағала еш нәрсе ұқсамайды. Бұрынғы замандағы адамдар, адасып кеткен адамдар, біреулер адамдарды, жаратылған адамдарды, пайғамбар, әулие, әмбие сияқты әулие адамдар, соны Алланың достары, соларды құдайға ұқсатып жүрген. Соларды құдай сияқты жасап алған. Яғни адамды, пендені құдайға ұқсатып жүрген. Сол уақытта басқа біреулер екінші жағына шатасып, қателесіп, құдайды, Алла Тағаланы адамдарға ұқсатып жүрген. Олардың несі бойынша құдайға адам сияқты болып кетті. Жаңа басқа нелерде, кітап елдерде сонда адасқандай сондай нәрсе жасады. Ислам дінінде біздің ғалымдарымыз осыған жол бермеу үшін сүннит ғалымдарымыз бәрі бірге келісіп, соған бәрі түсіндірген. Өйткені мысал түсіндіріп осы жолды жауып тастады. Абдулла ибн Аббас радиаллаху сахаба бір сөзінде мынандай сөздерді айтады. Алғашқы кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тірі болған кезде, мен жас бала болған кезде біз ешқандай көп нәрсе ойламаймыз. Алла біледі деп Аллаға мақсатты Аллаға тапсырамыз. Бір Алла біледі мағынасын. Артық сөйлемейміз, тек қана сауапты ойлаймыз, парыз амал жасауға әрекет жасаймыз, харам нәрсені істемеуге әрекет жасаймыз, сондай жүрміз. Бірақ заман өзгерді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін мен қартайған кезде Абдулла ибн Аббас қарасам, адамдар көп сөйлейтін болды, артық сөздерді айтатын болды. Неше түрлі адасатын сөздерді айтатын болды. Сол кезде мен сөйлейтін болдым, айтатын болдым. Сендер ойлағандай емес, осылай деп бұрын айтпай жүрген нәрсені айтатын болдым. Осы қазір кезде сол біреулер Құран хадисті білеміз деп, сахабалар сияқты жүреміз деп айтатындар көпшілік мұсылмандарға не істегісі келеді, қате күнә несін таққысы келеді. Көпшілікті ислам жауларының сөзін еріп осылай не айтады. Сол кезде мағлұмат ретінде бұл жерде енді имамдар бұрында да айтылып кеткен ол нәрсені, бірақ кішкене бір-екі сөз айтып кетейін бұл нәрсені. Есіне жай салып, оның бұрынғы имамдар үшін айтылған нәрселер ол. Сол кезде имам Ашари деген ғалым болды. Сол имам қараса, осындай нелер пайда болды. Адамдар адасып, әртүрлі топтар, хавариж дейді, хашауи дейді, хашауи топ, жаңағындай құдайды адамға ұқсатып жүрген деген топты хашауи деп. Сондай Муътазиле деген топ болды. Муътазиле деген ақылға салып, Құран хадисті жиыстырып, бәрі ақылмен, логикамен шешетіндер. Соларды көріп, есін бұларды не істейміз, бұларға жауап беру керек. Нағыз ахлі сунна, сүнниттің жолын көрсету, баяндау керекпін деп әрекетке сол жұмысқа кіріседі екен. Соларға бәрін жауап қайтарып, дұрыс неге пайғамбар таза сенімге, исламның несінде сенімге қайтаруға әрекет жасайды. Сол кезде керек жерде ақылмен түсіндіреді. Осындай жерде бұлай тіке алынбайды, мынандай жерде бұлай мағынасын немен бәрі дәлелмен түсіндіреді екен. Тура сол жұмысты шығыс жақта имам Матурidi жасайды, біздің Орта Азияда шыққан ғалым. Екі ғалымды сол бір жұмысты атқарады. Осындай әртүрлі адасқан топтарға жауап береміз деп, исламды дұрыс жолға саламыз деп сонда әрекет жасайды. Оны қазіргі кезде сол саясат үшін әртүрлі әңгімелер айтып, анау дұрыс, мынау дұрыс емес деп осындай адамдарды азғыруда кейбір адамдар. Осылай ислам дініміз адамды құдайға ұқсатпайды, және сол сияқты да құдайды да адамға ұқсатпайды. Алла Тағала Құран кәрімде Иса пайғамбар мен Мариям алейхиссалам жайында айтқанда, «Кана якулани таам», олар тамақ ішіп жүрмеді. Иса пайғамбар мен Мариям алейхиссалам тамақ ішпеді. Сондықтан олар мағынасы тамақ ішкен адам құдай болуы мүмкін емес. Тамақ ішкен мұқтаждықтың белгісі. Қалай ақылға не салмайсыңдар деп, ол сондай ақылға салуға шақырады екен насранилерді. Және ол тамақ ішкен нәрсе не бұл? Арты әжетхана деген болды нәрсе, Алла сақтасын, қалай ақылмен соны ойламайсыңдар. Сонда ислам дінімізде нақыл мен ақыл деген екеуі қатар жүреді. Нақыл деген Құран хадис мәтін, қасиетті мәтін. Ақыл деген ислам ғұламаларының ақылдары.
ақылмен, және солар жай адамдардың ақылдары емес, үлкен ғалымдардың, имамдардың ақылдары. Және ол ғалымдар бір сөзден бір нәрсе келіскен кезде көпшілік бір жол ұстаса, ол жерде ол да дәлел, күшті дәлел болып саналады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай, менің үмбетім бәрі бір уақытта адаспайды дегенде, мына көпшілік ғалымдар бір жолды жүрсе, онда яғни ол нақты күшті дәлел болып саналады екен. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам осылай ашық түрде баяндап жүрген. Бір кезде ол адамдарды, құрайыштарды шақырған кезде дінге, соларға айтады екен: «Я қауми ма жи'тукум бихазил амри атлубу амвалакум вала шарафа фикум вала мулька алейкум». Ей қауым, адамдар, мен сендерге мына дінді әкелген себебім, сендерге насихат айтатын себебім, сендердің ақшаларына, байлықтар үшін емес, қол жеткізу үшін, сендерге патша болу үшін емес, атақты жинау үшін емес. Өйткені сол кезде құрайыштар жаман ойлап, осы не керек осы Мұхаммедке, оған мынандай нәрсе, дүнияви нәрсе керек шығар деп, солай өздеріне қарап үкім шығарады екен. Өздерінің ниетіне қарай басқа туралы солай жаман ойлап не істеген. Алланың елшісі соларға ашық айтты. Ол жаңа біреу не үшін ақталасың деп айтқанда пайғамбар сол үшін ашық айтты. Өйткені шайтанды қуу керек, жаман ойдан олардың айыру керек жаман ойдан. «Валакин Аллаха ба'асани илайкум расулян ва анзал илай китаба». Бірақ Алла Тағала мені сендерге пайғамбар қылып жіберді, өзінің кітабын маған түсірді. «Ва амарани ан акуна баширан ва назиран», сендерге ескертуші, қуандырушы болсын деп маған әмір етті. «Фа ин тақбалу фа хуа хаззукум мина дуния вал ахира». Егерді қабыл етсеңдер менің насихатымды, дағуатымды, онда ол сендердің дүниеде де ахиреттегі пайдаларын, соны өздерің осы дүниеде о дүниеде де пайда көресіңдер. Ал егер қабылдамасаңдар, қайтарсаңдар, онда мен сабыр ету керекпін. Маған міндет ету, шыдап сабыр ету, Алла Тағала өзі үкім етеді. Осы жерде дағуат ету жайында мынандай үлкен бір тағы да бір ислам дұшпандарын іріткі салып жүретін, адастырып жүретін біздің бауырларымыздың бір сөзі бар. Мұсылмандар 73 топқа бөлінеді. 73 топқа бөлініп, бір топ қана жәннатқа кіреді, басқасы тозаққа барады. Сол ішінде ең қызығы әр топ, әртүрлі жамағат мұсылман арасында біз сол жәннатқа баратын топпыз, біз сол жәннаттық топпыз. Басқа мұсылмандарды тозаққа қия салады. Бұны бәрі адасқан, өздері кей кезде бірдей намаз оқып тұрады, бірдей бір ғаламдар кітаптарын оқып тұрады, бірақ бір-бірін сол тозаққа жібере салады. Мен жәннаттық топ. Осы жерде осы хадистің мағынасын ислам ғалымдар түсіндіргенде мағынасын білместіктен. Бұл жердегі сөз пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан кезде сафтаталику уммати иля саласа сабин, уммати деген кезде менің үмбетім бөлінеді деген сөз умма араб шариғат несінің тілімен бойынша екі мағына келеді екен тәфсирде. Тәфсирде екі түрі умма болады. Ол уммату дауа, дағуат умметі, және уммату иджаба, жауап берген умметі. Уммату дауа, дағуат умметі ол Мұхаммед пайғамбар туралы естіп, бірақ қабылдамағандар. Бұлар сол басқа мұсылман еместерді. Пайғамбар туралы естіді, бірақ қабылдамады. Бұлар уммату дауа деп айтады, дағуат умметі деп аталады. Уммату иджаба, жауап беріп, пайғамбардың дағуатын қабыл еткен мұсылман болған адамдар. Солар уммату иджаба дейді. Хадистегі айтылып жатқан адамдар осы уммату дағуа екен, мұсылмандарға арналған сөз емес екен. Ла иляха илlalloh деп айтып жүрген, 5 уақыт намаз оқыған, әртүрлі мазхабта болса да бәрі олар туралы айтылмаған, ол мұсылман еместер туралы айтылған екен. Оған да дәлел бір сөзінде илля миллатун вахида деп айтады, бір ғана милля деген араб тілінде дінді деп айтады. Сол исламның бір-ақ дін ғана, сол бәрі бір-ақ дін болғанда сол бүкіл мұсылмандар осы жерде жәннатқа барады деген сөз. Оның ішінде біреулерді бөліп, тек қана мыналар кіреді, басқасы кірмейді айтуға ешқандай дәлел жоқ бұл кісілерде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде аль-баяну ятруду шайтан, баяндау, ашық айту бәрін түсіндіру малғын шайтанды қуатын нәрсе. Ашық айтылған жерде шайтанды да қашады ондай жерде. Хасан радиаллаху анху бір сөзінде айтқан екен: «Әл-амилу аля ғайри айлмин кәссалики аля ғайри талик». Осындай білімсіз амал жасап жүрген, құлшылық істеген адам жолды білмейтін сияқты, жолда емес, басқа жақта, сыртына бір жақта жүрген, жолсыз жерде жүрген адам сияқты. «Вәл-амилу аля ғайри айлмин ма юсиду аксару мимма юслих».
және білімсіз амал істеп жүрген, құлшылық істеген адамның зиян келтіргені көбірек туады пайдасынан гөрі. Осындай сөздер шариғатта көп келеді. Пайғамбарымыз өзі айтқан сөздері бар. Осындай білімсіз істеп жүрген құлшылық адам менің арқамды сындырды дейді. Осындай адамдар деп бір сөзінде айтады. Фатлубул ильма ла тадурру бил айбада. Білім іздеңдер, сондықтан асанарлады. Білім іздеңдер, құлшылыққа зиян болмайтындар. Құлшылықты, амалды тастамай, білім іздеп жүріңдер. Фатлубул айбадата ла тадурру бил илм. Және құлшылықты да талап етіңдер, білімге зиян болмайтындар. Екеуі қатар ұстауға тырысыңдар. Фаиннал қаума талабул айбадата ва таракул илм. Сондай бір қауым адамдар болды дейді. Жаңа хавариж деген топ болды. Соларды айтып тұр. Олар дейді, құлшылық амалды дейді, талап етті, білімді тастады. Нағыз біліммен айналыспады. Фахараджу би асяфихим ала уммати Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Сол себептен олар Мұхаммед пайғамбар үмметіне мұсылмандар қарсы соғысып кетті. Фаин талабул илма лам ядулум ала ма фаалу. Егер олар білім іздеген кезде, білім тастамаған кезде олар ондай әрекет амал істемеуші еді. Білімсіздіктен осындай амал істеп кеткен бұлар. Мұсылман адамда қандай болса да жаңағы оны неге қиюға, кәпір деп айтуға болмайды екен. Көп ислам дінінен дәлелдер ол жайында көп келеді. Мысалы бір дәлел ретінде ғалымдар келтіретін бір сахаба үлкен бір қателік жасап зор опасыздық істеді. Ал-хиянатул узма. Ғазауатқа шыққан кезде, мұсылмандар дайындалған кезде ғазауаттың құпиясын ашып құрайыштарға айтып берді. Артынан оны неге солай істедің, неге сондай сақтындық жасадың деген кезде ол өзін ақталады. Мен туыстарым бар, туыстарды ойладым, соларды жаман болмасын, зиян болмасын, солай істедім. Артынан ол адамды келіп бір қызметші айтады, «Валлахи ла ядхулун нар» дейді. Осы кісі тозақи адам, осындай қателік істеген адам тозақи адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оған «Каззабта хуа мин ахлил жанна». Өтірік айтасың, ол жаннаттың адамы. Және осындай үлкен қателік істесе де оған жаңағы жаннаттан қимады, тозаққа жіберіп, он кәпір демеді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жалпы осылай Алла нежісі кезінде сондай әңгімелер болмаған, ана адасқан, мынау кәпір деген жаңа алдына айтылғандай бұл ислам дұшпандарының әрекеті бір мұсылмандарды таза мұсылман қылып басқаларды адасқан деп мұсылман емес деп осылай бір-біріне қарсы қойып сондай әрекеттер мұсылманды әлсірету деген жолдары. Және сол несінде имам Ахмед ибн Хамбал сөзінде осыған фәтуасында шығарады. Осы көп хадистерге сүйеніп, ясихул ислам аля шартил фасид. Осындай бұзық шарт болса да, бір нәрсе дұрыс болмаса да, ислам бәрі дұрыс болады. Калимасын айтса, басқасын несі дұрыс болмаса. Бір кезде бір адам келіп пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям Хаким бин Хузайм деген келіп, Алла несіне айтады, мен исламды қабылдаймын, бірақ мынандай рукук жасамаймын. Рукуктан мені босатыңыз. Қиямда тұрам, бірден сәждеге барып саламын. Алланың несі жарат деп келесі салады оған. Жарат рукук істемей қой деп. Жаңа солай не істеген. Осындай дәлелдер көпті хадистер келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соңғы сөзінде Абу Зар келтіреді. Джибраил алейхиссалам маған сүйінші берді. Аннау ман мата мин умматика ла юшрику биллахи шайъан дахалал жанна. Кімде-кім сенің үмметінен Аллаға серік қоспай қайтыс болса, ол жәннатқа кіреді. Ширк жасамай қайтыс болса. Осында исламның негізі сол жаңа бірлік сөзі. Алланы бірлік және сөз бірлік, құлдарды бірлеу деген содан тұрады. Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху бір несінде Кағбаға жақындаған кезде, тауаф жасаған кезде Кағбаға қарап айтады ки: «Валлахи инни а'ламу аннака хаджарун ла танфау ва ла тадурру». Мен ант етемін, сен жай қара тассың ғана, қасиетті қандай болса жай тасты білем екен, сен жай тас екенсің, зиян жасамайтын, пайдалы ешқандай келтірмейтін. «Валаула анни раайту расулаллахи юқаббилу кама қаббалтук». Егер Алланың елшісі сені сүйгенді көрмегенде мен сені сүймеуші едім. Осы жерде Хазірет Омар исламдың Алланың бірлігі деп, Аллаға серік қоспау, Алла жалғыз
парыз деп және дәлелмен жүру екен. Пайғамбар істемесе мен істемеуші едім деп. Ислам бәрі бізге дәлелмен жүреді. Егер де дәлел болмаса, егер ол әр адам өзінше деп сөйлеп кетеді екен. Бірақ өкінішке орай кейбірлер адамдар бізде шектен шығады, дәлелсіз нәрсемен жоқ нәрсені бар етеді. Кейбір екіншілер бөле жоқ бар нәрсені жоққа шығарады. Кімдер туралы айтып жатқан өздерін түсініп жатсыздар. Діндегі бар нәрсе, көпшілік мұсылмандар ұстанып жатқан, бұрыннан келе жатқан соның бар нәрсені жоққа шығарумен сондай әрекеттер жасап жүр. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика я архамар рахимин.